IQ Химия каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мирас ағай. Бізде бүгін ерекше сабақ, яғни әдеттегідей бүгін мен нұсқа талдамаймын, ал тек қана бір есепті шығаратын боламын. Алдарыңызда бұл есеп, яғни С деңгейлі күрделі есеп. Бір есептің негізінде бұл жерде қоспа бар, ерітінділер бар, реакцияның шығымы бар, яғни артық аз мөлшерде алынған реагенттер тақырыбы бар және жалпы стихиометрия. Осы 20 минуттың ішінде осындай күрделі есептерді шығаруды үйретемін, яғни ол үшін мына есепті қазір кішігірім есептерге бөліп тастап, теориясын бекітіп, практикалық тұрғыда осы есепті оңай шығаратын боламыз. Ондай күрделі есептерді оңай шығару үшін алдымен қарапайым стихиометрия, яғни ең қарапайым есептерді шығара алу қажет. Ол үшін тура жаңағы есептердегі бүкіл артық сандарды алып тастап, ең қарапайым түрге келтіріп тұрмын. Яғни тура сол реакция, тура сол сұрақ, бірақ та есепте тек қана алюминийдің массасы бар, яғни ең қарапайым стихиометрияны қарастырып көрейік. Бүгінгі сабақ есептер, қарапайым есептер болсын, орташа деңгейлі есептер болсын, сондай есептерді шығаруда қиналатын оқушыларға арналады. Сондықтан ең қарапайым минималды, яғни ең простой моменттерді түсіндіретін боламын. Сондықтан, егер де мына сіздерге оп-оңай болса, алға қарай кішігірім айналдырып отырыңыздар. Бұл жерде сандар менде қазір өзгеріп отырады, яғни шығымды қосамыз, қосындыны қосамыз, қоспаны қосамыз, бірақ та реакция бізде бүкіл жерде бір, яғни алюминий мен тұз қышқылының арасындағы орын басу реакциясы. Реакциямыз дайын, коэффициенттер барлығы орнында, оған мен уақытты жұмсамаймын, тек қана бүгінгі бөлігі таза пропорция, яғни таза математикалық бөлігіне арналған. Алюминийдің массасы бар, яғни әдеттегідей белгілі затты жазып қойық. Алюминийдің массасы белгілі, мұна бөлінген сутектің көлемін тап деп тұр. Классикалық стихиометрия, яғни пропорциямызды құрамыз. Егер де есепте масса берілген болса, бізде массаның астында міндетті түрде коэффициент және молекулалық масса. Алюминий жай зат болғандықтан, оны атомдық масса деген дұрыс болар. Ал сутектің астында бізде коэффициент және 22,4, яғни газдың заттардың көлемі берілген кезде астында міндетті түрде 22,4 беріледі. Бұның барлығы қайдан пайда болды? Бұл бізде стихиометрияның негізгі заңы. Яғни мына жердегі реакциядағы коэффициенттер бұл бізде мольдік қатынастар. Яғни 2 моль алюминийден бізде 3 моль сутек алынады. Ал 10,8 грамм алюминийден қанша литр сутек алынатын болатын болса, ол масса мен көлемді біз сәйкесінше мольдерге айналдыруымыз қажет. Массаны мольге айналдыру үшін бөлеміз молекулалық массаға, көлемді мольге айналдыру үшін 22,4-ке бөлеміз. Бұл бізде негізгі теория әрине, бірақ та есептерде бұл теория барлығы енгізілген бір пропорция негізінде. Жалпы бүгінгі есептер қазір күрделенген кезде бүкіл жерде мен бүкіл сандарды бір пропорцияға салып, бір есептеу арқылы тауып отырамын. Мына есепті шығару үшін калькуляторымды ашып қояйын, яғни каждый расчетқа, каждый есептеуге мен өзім қалай есептегенді көрсетіп отырамын. 10,8-ді көбейт 3-ке көбейт 22,4-ке, шыққан санды бөл 2-ке, бөл 27-ге, осыдан біз 13,44 көлем сутек алып тұрмыз. Яғни бұл жердегі пропорция, яғни бізде белгісіз диагональ бар, белгілі сандар бар, диагональ бар, барлығын өзара көбейтіп, мынау белгісіз тұрған в-ға қарама-қарсы сандарға бөліп шықтым. Оңай болуы мүмкін, бірақ та қазір пропорциямыз күрделенеді. Осы қасиет, яғни осы әдістер сіздерге ары қарай одан әрі қажет болады. Келесі, яғни қарапайым, бірақ қана пропорция, ең қарапайым есеп. Сәл күрделендірейік. Енді қосынды немесе қоспаны қосып жүрейік. Бізде 10,8 грамм қайттан алюминий, бірақ та құрамында 5% қосынды бар. Қайдан пайда болды? Нағыз химияда, яғни реалистичный химияда бізде таза заттар болмайды. Яғни 10,8 грамм алюминий десе, ол таза алюминий емес, құрамында міндетті түрде қоспалар бар. Алдыңғы есеп бізде модельді есеп, яғни қағаз күйінде шығарылатын есеп, ал іс жүзіндегі, яғни более реальный практикалық мәліметтерге шығу үшін біз бүкіл сондай моменттерді ескеруіміз қажет. Құрамында қоспа бар, яғни 5% ол бізге керек емес. Қоқыс, оның 95% ғана таза зат. Тура жаңағындай пропорциямызды құрайық, тура сол реакция және пропорцияға жаңағы 95% енгізіліп тұр. Осы жерде абай болыңыздар, 5% ол керек емес, ал 95% керек зат, яғни ол бізде таза алюминий. Мына жерде бір-екі момент айта кетейін, есептерде процент жиі беріледі, бірақ та мен курсымда оқушыларға үйреткен кезде мен процент емес, ал бірден үлесті қолданып отырамын. Яғни 95%
0,95 үлес ретінде. 90% ол 0,9. 9% 0,09 деп жазар едім. 30% болса енді 0,3 немесе 0,30, кстати, бәрібір, хоть 0,300, 0,3 мың болсын, нағы 3-тен кейінгі 0-дердің ешқандай мағынасы жоқ. 15% болса, мысалы, 0,15. Егер де мынандай проблемалар болса, жаңағы пропорция сіздерге қиын болса, проценттерді әлі дұрыс қолдана алмасаңыздар, міндетті түрде мен каналыма өтіңіздер. Ол жерде химиктерге арналған математика деген жарты сағаттық сабағым бар. Осы бүкіл пробелдерін жабылады. Яғни химия есептерін шығару үшін 5-6 класстағы математикалық білімдеріңіз толық болу керек. Есебімізді жалғастырайық. Жалғасы тура сол. Енді көлем мен массаның астында сәйкес мәліметтер жазылып, сәйкесінше мына көлемді табамыз. Қайттан пропорция, яғни пропорция қолдану үшін мына белгілі сандар барлығы өзара көбейтіліп шығады. 4 сан бар, 4-еуін өзара көбейтіп шық. Шыққан санды мына 2 санға жеке-жеке бөліп шығамыз. Яғни бұл әдістің ең маңызды, ең тиімді жағы, то что бүкіл сандар жазылды, калькуляторды ашып, сразу бір есептеумен бірден дұрыс жауабына келесіздер. Яғни алдын ала есептеу деген жоқ. 8 көбейт 95 көбейт 3 көбейт 22-де 4-ке, шыққан санды бөл 2-ке, бөл 27-ге, осыдан біз 12,8, яғни 12,8 литр жауапты алдық. Өте тиімді, яғни пропорциялар сразу дайын күйде болған кезде қателесіп кету ықтималдығы өте төмен. Бүкіл сандар көз алдында тұр, тек қана калькулятормен бір-біріне көбейтіп дұрыс бөлген дұрыс. Так, ары қарай жүрейік, яғни қоспаны қостық, есебімізді сәл күрделендірдік. Енді тағы да келесі тақырып, артық мөлшерде алынған реагенттерді қосып жүрейік. Артық мөлшерде алынған реагенттер, яғни бізде алюминий, дұрыс па? Алюминий бар және тұз қышқылының массасы берілген. Алдында бізде бірақ қана масса болған, енді 2 реагенттің массасы белгілі, ол үшін не істейміз? Алгоритм тура сол, яғни есебіміздің үсті жағын, асты жағын толықтырайық. Алюминий бізде тура сол, H-хлордың массасы берілген 100 грамм, астына коэффициент және молекулалық масса. Үстінде масса, астында коэффициент және молекулалық масса. Көп оқушыларыма айтам, егер де есепті енді үйреніп жатсаңыздар, коэффициентті жеке жазған өте тиімді. То есть кейбір оқушылар коэффициентті ескеріп кетеді, басқа элементтерге ескермей кетеді, сондықтан астындағы сан жиі қате болып тұрады. Коэффициент жеке, MR жеке. Бұның тағы да бір преимущество, яғни артықшылығы, коэффициенттерді қысқартқан өте ыңғайлы, кейбір кезде есептеу одан оңай жүреді. Так, сутектің көлемін сұрап тұр, тура бағанандай пропорция, бірақ та проблема. Алюминийдің да массасы бар, H-хлордың да массасы бар. Мына белгісіз сутекті табу үшін мына екеуін қайсысын қолданамыз? Бұл бізде артық мөлшерде алынған реагенттер тақырыбы. Оны табу үшін үстіндегі сандар, яғни үстіндегі жаңа 10-8 бен 100-ді астындағы сандарға бөліп шығып, біз молекулаларын, мольдарын анықтап аламыз қажет. Мольдарын. Так, көрейік ал. 10,8 бөлу 2 бөлу 27, так, ол бізге 0,2-ні береді. Ал H-хлорды 100-ді бөлесін 6-ға, так, бөлесін 6-ға, бөлесін 36,5-ға. 36,5-ға. Осыдан бізде 0,46 шығып тұр. 0,2 және 0,46. Яғни алюминий бізде аз 0,2, H-хлор көп 0,46. Яғни былай көрсетіп қойса болады. Бұл дегеніміз H-хлор артық мөлшерде алынған. H-хлор арқылы есептеуді жүргізбейміз, өйткені H-хлордың 100 грамм массасы толықтай реакцияға түспейді. Бұл қайдан пайда болды? Яғни алюминийді еріту үшін біз еріткіштің қандай да бір массасын алуымыз қажет. Көп ситуацияда ол бізде артық мөлшерде алынып қояды, өйткені реакция бізде толықтай жүру үшін. Сондықтан қандай да бір реагент бізде міндетті түрде артық мөлшерде қалып қояды. Осы артық реагентті табу үшін осындай алгоритмді орындап, артық реагент алып тастап, кемі арқылы шығаруымыз қажет. Ары қарай түсінікті шығар. H-хлорды біз қолданбаймыз, яғни есептеу бізде алюминий арқылы жүргізеді, тура сол баяғы 13,44 шығартымыз. Жаңағы концепцияның теориясын жақсылап бекітіп алу үшін сіздерге қарапайым өмірден мысал келтіріп көрейік. Так, маған бір сэндвич жасау қажет, яғни бір сэндвич жасау үшін маған 2 кусок нан және бір ірімшік, яғни бір сыр қажет. Так, енді мына 2 және 1 дегеніміз ол да біздің стихиометриялық коэффициенттер негізі. Яғни бір сэндвичке маған қажет бір ірімшік және 2 нан. Мысалы 3 сэндвич жасау үшін маған қанша зат қажет? Сәйкесінше 3 көбейту 2 6 нан және 3 ірімшік қажет. Енді ситуация. Тоңазытқышымда менде 10 кусок нан және 10 ірімшік бар. Осыны қолдана тұра мен қанша сэндвич жасай аламын? Ол үшін
қай жаңағы қай тамақ артық мөлшерде екенін анықтауым қажет. Яғни бізде міндетті түрде бірдей қатынаста болу міндетті емес. Бір ірімшікке екі нан қажет болатын болса, яғни 2 есе, яғни 10 ірімшікке бізде 20 нан қажет. Яғни нан бізде аз мөлшерде, ірімшік бізде көп мөлшерде алынған, қанша сэндвич жасай алатын маған аз мөлшердегі нанға байланысты. Яғни 5 нанды қолдану арқылы, 10 нанды қолдану арқылы мен 5 сэндвич қолданамын, ол үшін маған 5 ірімшік қажет. Яғни 5 ірімшік артық қалып қойған. Міне, алдыңғы есептегідей міндетті түрде 2 сан берілген кезде бізде қайсы артық екенін анықтап алу қажет. Ол үшін бағанағы алгоритмді қолданасыздар, салыстырасыздар, артығын алып тастап, кем арқылы шығарасыздар. Ары қарай есебімізді одан әрі күрделендірейік. Мынау тура сол реакция, бірақ та реакция шығымы қосылды. Реакция шығымы қайдан пайда болды? Тура бағанағы модельді есептен более реалистичный, яғни нағыз есепке көшіп жатырмыз. Яғни іс жүзінде химиялық реакциялар айтылғандағыдай, жазылғандағыдай идеально жүрмейді. Яғни міндетті түрде бір жерінде қалып қояды, бір жерінде реакция жүрмей қалады. Яғни қағаздағы мән мен шын мәнінде пайда болатын мән арасында ерекшелік бар. Осы ерекшелікті сипаттайды біздің реакция шығымы. Бағанағы тура пропорция секілді, яғни бағана біз қалай есептедік? Қанша сутек алып едік? 3 көбейту 22-де 4, сутекті табу үшін былай есептедік. 13,44. 13,44 біз көлемді алдық. Яғни бұл қағаз жүзінде. Біз калькулятормен есептеп жатырмыз, 10,8 грамм алюминийді тұз қышқылына салған кезде шын мәнінде қанша газ бөлінетінін біз білмейміз. Оны сипаттайды реакция шығымы. Яғни мына берілген көлемнің тек қана 90% шын мәнінде бөлінеді. Осы жерде қайтадан процентті қолдануды есімізге түсірейік. 90% болса, яғни берілген санды просто 0,9-ға көбейте сал, нәтижесінде біз 12,1 литрді аламыз. Бұл бізде реальный практикалық сан, ал мынау теориялық. Сонда іс жүзінде бізде бірден артық литр реакцияда бөлінбей қалады, яғни бұл біздің реакция шығымыз. Ары қарай жүрейік. Мына жерде, кстати, бір маңызды момент. Бағанадан бері айтқан болатынмын, алдыңғы күрделі есептерді шығару үшін өте маңызды пропорцияны шығарып алу. Сондықтан сіздерге кішігірім лайфхак, реакция шығымы берілген болса, оны міндетті түрде реагентке қысып қойсаңыздар болады. Міне 10,8 грамм алюминий, оның тек қана 90% реакцияға түседі, сондықтан кейбір кезде реакция шығымы бірден реакцияға салып қойған өте тиімді. Міне пропорциямыз дайын тұр, осыдан біз жауабымызға енді қайтадан келсек болады. 10,8 көбейт 0,9-ға көбейт 3-ке көбейт 22,4-ке, шыққан мәнді бөл 2-ге, бөл 27-ге, осыдан 12,1 литрімізді қайтадан алдық. Ары қарай, енді алдында айтылған қосынды, яғни қосынды немесе қоспа деп айтса болады, және реакция шығымын біріктіретін, давайте есебімізді сәл күрделендіру жүрейік. Орташа деңгейлі есеп шығарып жатырмыз. Құрамында 5% қосындысы бар, алюминий қайтадан тура сол берілген, реакция шығымында тура сол. Ол үшін бір қана пропорция қарамыз. Тура көз алдарында. Міне, масса алюминий бізде белгілі. 0,95 дегеніміз ол алюминийдің тазалығы, яғни 5% қосынды болса, тазалығы 95%. Реакция шығымы 90%, яғни барлық алюминийдің тек қана 0,9 бөлігі реакцияға түседі, нәтижесінде мынаны бірден ескеріп қойса болады. Мына бөліктері тура сол баяғы көлем, молекулалық масса және коэффициенттер. Енді мына белгісіз көлемді табу үшін мына барлық сандар көбейтіледі. Яғни пропорцияда ең бірінші жұмысы қай жерде орналасқан белгісіз сан. Белгісіз сан мына диагоналінің бойында орналасқан. Яғни мына белгілі барлық 5 санды өзара көбейтіп шықта белгісіздің бойындағы сандарға бөліп тастау қажет. Міне тағы бір есепте көрейік. И бір пропорция негізінде сразу дұрыс жауабын келтіреміз. Яғни есепті бөлу, қадамдарға бөлу деген жоқ бұл жерде. Бөлеміз 2-ке, бөлеміз 27-ке. И жаңағы 11,5. Реакция шығымы пайда болды, енді 11,5 литрді алып тұрмыз. Мынаның тиімділігі өте тез, қайталап кетейін, реакцияда бүкіл сандарды көріп тұрсыздар, яғни сіздер жұмыстарыңыз тек қана калькулятормен дұрыс сандарды қойып, бірден есептеп алу. Бітті, осыдан жауаптарыңыз келеді. Бұл бізде ОБТ-да есепті қалай әдемі толтырдың, қалай қадамдарға бөліп, қалай шешімін дұрыс қарастырдың, оны ешкім қарап атқан жоқ. ОБТ-да максималды тез, максималды эффективно дұрыс жауабын табу қажет. Осы әдіс, одан артық тез әдіс жоқ. Сондықтан міндетті түрде түсініп алыңыздар, қарап отырыңыздар, сұрақтар болса комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Ары қарай жалғастырайық. Алюминийді енді шетке алайық. Алюминийдің қоспасын да қарастырдық, шығымын да қарастырдық. Енді
ерітінділерге қайтып келейік. Ашхлор. Алдында біз ашхлордың массасын жай ғана 100 грамм деп алған болатынбыз, бірақ та шын мәнінде есептерде, яғни нағыз химияда заттар бізде таза күйінде қолданылмайды и міндетті түрде ерітінді түрінде қолданылады. Мысалы, ашхлор ол газ. Қатты алюминий мен газ, ашхлор реакция түсіретін болса, реакция шығымы өте төмен болады. Сондықтан реакция шығымын арттыру үшін біз заттарды ерітінді түрде қолданамыз. Ерітінді бізде массалық үлеспен, көлеммен, тығыздықпен сипатталады. И вот осының барлығын өзара байланыстырып, теориясын жақсы білу қажет. Яғни, бұл жердегі қолданылатын формула ρ омега деп аталады. Яғни, ρ омега бізге еріген заттың массасын береді. Өте тиімді, өте ыңғайлы формула. Егер де мен нұсқа талдауларында алдында қараған болсаңыздар, бүкіл жерде осы формула қолданамын. Өте ыңғайлы, бірден бір пропорция арқылы мынандай есептер оңай шығарылады. Көрейік, ал қалай қолдану керек екенін. Такс. ρ омега дейді. Яғни есептемені тығыздық ρ берілген 1,08. Так, көлем бізде 400 мл ескеріліп тұр. И үлесі 15%. Әдеттегіде мен 0,5 түрінде, яғни мөлшерге айналдырып алдым. Сутектің көлемі қажет. Енді пропорциямыз толықтырайық. Ашхлордың үстіндегі массасы берілген, сондықтан астында коэффициент 6 және молекулалық массасы 36,5. Бұл жерде бір опасный момент бар. Көп оқушылар мына ρ омегада да формуланы көреді, мынаны в деп ойлайды, астына 22-де 4 жазғысы келеді. Жоқ, ρ омега бұл бізде сұйық зат жайлы, бұл ерітінді жайлы. В бұл жерде ρ мен парамен келеді. Яғни 22-ге мүлдем қатысы жоқ. 22,4 деген ол тек қана газ заттарға қолданылады. Яғни жай ғана газ, оттек газ, сутек газ, метан. Таза күйінде бір газ зат берілетін болса көлемі, онда 22,4 пен әрине жазылады. Ал ρ в омега қолданылатын болса, онда астына әрдайым коэффициент және молекулалық масса. Неге? Өйткені ρ в омега бізге масса еріген затты береді. Ал массаның астында коэффициент және молекулалық масса. Міне қайттан тамаша ситуация. Міне енді орташа деңгейлі есеп. Бір пропорция, бүкіл сандар бір пропорцияға салынды. Қазір калькулятор арқылы бірден мен соңғы жауабын табамын. Так, и бөлеміз нешеге? 6-ға. Бөлеміз 6-ға, бөлеміз 36,5-ға. Так, 19,88 немесе жуықтап алған кезде 19,9 литр болып тұрды. Так, мына теориясын бекітіп алатын болсақ, жаңа айтып кеткендегідей, ашхлор таза күйінде ешқашан қолданылмайды, міндетті түрде ерітінді түрінде қолданылады. Яғни 400 грамм 15% мысалы. Бірақ көп ситуацияда ерітінділер именно көлем арқылы сипатталады. Өйткені сұйық зат болатын болса, оны тараз арқылы өлшеген өте ыңғайсыз, цилиндр мен оның көлемін өлшеген өте тиімді. Егер көлемі болатын болса, міндетті түрде оның тығыздығы болу керек. Өйткені көлемді массаға айналдыру үшін бізге міндетті түрде тығыздық қажет. Сондықтан көлем тығыздық парасын көріп тұрсаңыздар, міндетті түрде ρ омега формуласын қолданыңыздар. Енді бастапқы есебімізге қайтып келейік. Яғни кішігірім қадам-қадамдармен бүкіл теорияны қайталау, бекіту арқылы мына күрделі, яғни бір есептің ішінде бағанағы айтылған барлығы бір есепке салынған, соның нәтижесінде бізде как будто страшный есеп, яғни күрделі есеп болып тұрған секілді. Бірақ та жаңағындай база, яғни фундамент, химиялық жаңағы бүкіл білімдеріңіз мықты болатын болса, онда мынандай есептерді шығару аса қиын болмайды. Қарайықшы, көп сан берілген, қазір мына есепті мен оп-оңай бір пропорцияға салу арқылы тез шығаратын боламын. Так, пропорцияны жазып қояйық. Яғни есепте алюминийдің массасы бар, онда 8 грамм. Төбесіне жазып қойдым. Алюминий бізде таза емес, құрамында 8% қосындысы бар, яғни тазалығы 92%. Сондықтан мен онда 8-ді 0,92-ге көбейтіп жатырмын. Так, келесі ол бізде тұз қышқылы. Тұз қышқылын қайттан ρ омегаға бүкіл мәліметтер берілген, тығыздығы берілген, көлемі берілген, в-сы, омегасы 0,1 берілген, яғни міне ρ омега ашхлордың төбесіне барлығы жазылған. Так, астыларында коэффициент молекулалық масса, қайталап кетем, ρ омега астында коэффициент молекулалық масса. Сутектің көлемі қажет, астында коэффициент 22,4. Бұл жерде ескерілмей қалып тек қана реакция шығымы. Қазір біз мына ашхлор мен алюминийдің қайсы артық мөлшерде екенін анықтап алуымыз қажет. Көлемді табамыз, сосын сонда ғана ескереміз. Керек болса, мына жерде де ескеруге болады, бірақ та 2 рет көбейту арқылы артық есептеулер кетіп қалады. Лучше шығымды мен пока что алып тастайын, қазір есептің соңына ғана ескеретін боламын.
Так, алюминий ашхлор қайсысы артық мөлшерде алынған? Ол үшін төбедегі сандарын өзара көбейтіп, астындағы сандарына бөліп шығып, салыстыруымыз қажет. Так, алюминийден бізде 0,18 немесе 0,2 шығып тұр, 0,2. Так, ашхлор 1,06 көбейту 250 көбейту 0,1. Кстати, қайталап кетейін, 0,1, 0,10, 0,100, 0,1000 бәрібір. Мына бірден кейін 0 деп жаза беретін болсаңыздар, оның ешқандай математикалық мағынасы жоқ. Одно и то, что 0,1. Так, шыққан санды бөлеміз астындағы 6-ға, бөлеміз 36 жарымға. 36 жарымға. Сонда менде шығып тұр 0,12. Яғни алюминий 0,18, ашхлор 0,12. Қайсы үлкен? Әрине 0,18 үлкен. Бұл дегеніміз алюминий артық мөлшерде, алюминий тым көп, сондықтан есептеуді ашхлор арқылы жүргізуіміз қажет. Бұл жердегі бағанағы лайфхагымызды қолданып қалайық. Яғни мына есептеулер жүргізіп қойды, яғни пропорцияның бір бөлігін есептеп қойдық. Мына берілген 0,12-ні бірден мына санға көбейту арқылы мына көлемді тапсақ болады уже. 0,12 көбейту 3 көбейту 22-де 4. Осыдан менде 8,1 литр шығу керек. Бірақ абай болыңыздар, есеп құрастырушылар мынандай жауапты міндетті түрде жазып қояды, то что сендер реакция шығымын ескермей кетулеріңіз мүмкін. Сондықтан реакция шығымын міндетті түрде ескереміз, шыққан санды еще 85-ке көбейту қажет. Яғни 8,1 литр ол бізде теория, ал шын мәнінде тек қана 6,9 литр бөлінеді. Жақсылап тұрып қарап алыңыздар, вроде бәрі түсінікті болу керек, сұрақ қоюға міндетті түрде ұялмаңыздар. Комментарий астына жазып отырыңыздар, желательно қай моментте, яғни уақытын көрсетіп, немесе қай есепті көрсетіп отырып, сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Түсініксіз заттар болса, оны міндетті түрде реттеу қажет, өйткені мынандай базовый заттар түсінбей жатсаңыздар, одан күрделі есептерді шығару әлдеқайда қиын болады. Бұл сабағымызды жақсылап тұрып бекітіп алу үшін сіздерге басқа мысал келтіріп тұрмын. Яғни бұл тура сондай математика, тура солай есептеулер жүргізілетін есеп, яғни стандартный есеп, бірақ та реакциясы тек қана органикалық. Осы есепті қазір қарастырамыз. Оны бастамас бұрын мына видеоға міндетті түрде лайк басып отырыңыздар. Егер каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Өйткені алдағы уақытта тағы да көбірек нұсқа талдаулар шығып тұрады. Алдыңғы нұсқа талдауларымды қарамаған болсаңыздар, міндетті түрде каналға кіріп қараңыздар. Біздің Instagram, TikTok парақшаларымызға да жазылып отырыңыздар. Осы жылы мен 11-ші класстарға қазақша топтарға сабақ берген жоқпын. 2025-26 жыл мен тек қана орысша топ оқушыларына сабағымды беріп, яғни толықтай өзімнің курсымды жаңартып жатырмын. Қазақша курсымыз жалғасады осы 2026-27 оқу жылына. Сондықтан сіз 10-шы сыныпты оқып жатсаңыздар, немесе 11 оқып, таныс 10-шы класстарыңыз болып жатса, міндетті түрде біздің каналымызды жеріп отырыңыздар, ссылкалармен бөлісіп отырыңыздар. Толығырақ материал бізде астында 10-шы сыныптарға, яғни 27-ші жылға ОБТ бізде жазда басталады. Әзірше біздің тегін пробный сабақтарымызды қарасаңыздар болады, біздің платформамен танысаңыздар болады. Толығырақ ақпараттың барлығы астында. Назарларыңызға рахмет. Мына есебімізді жалғастырайық. Алдымен реакциямызды қарастырып алайық. Бұл жерде қарапайым пикрин қышқылын алу реакциясы, яғни фенолға 3 молекула азот қышқылы қосылады. Нәтижесінде бізде пикрин қышқылы алынады және 3 молекула қосымша су бөлінеді. Пісмей қалды, жарайды, қарастырмай қояйық. Енді бір тұтас, яғни тура бағанағындай бүкіл сандарды әдемі бір тұтас пропорцияға келтіруіміз қажет. Так, фенолдан бастайық. Фенол бізде 150 грамм 20% ертінісі берілген, яғни 150-дің 20% фенолға тиесілі, қалған 80% ол бізде су. Так, келесі. Азот қышқылы берілген екінші реагент, оның тығыздығы, көлемі және проценті бар. Сол баяғы ро в омега, яғни ро в 200 және омегасы 10% немесе 0,1. Так, осыдан бізге пикрин қышқыл массасын тап деп тұр. Мынау біздің X. Үсті бізде дайын. Енді астын толықтырайық. Мынау бізде 150 грамм масса, астында МР. Ро в омега бізге береді массаны, астында коэффициент молекулалық масса. И бізге мынаның массасы қажет. Астында бізде тек қана молекулалық масса, алдында ешқандай коэффициент жоқ. Енді артық мөлшерде алынған реагенттер, мына екеуін қайсысы артық мөлшерде есептеуді қайсы арқылы жүргіземіз, соны анықтап алу керек. Тура бағанағындай үстіңгі сандарды өзара көбейтіп, 150 көбейту 0,2, астындағы сандарына бөліп салыстырамыз. Так, 94-ке бөлгенде менде 0,32 шықты. 0,32. HNO3 1,1 көбейту 200-ге көбейту 0,1-ге шыққан санды бөл 3-ке, бөл 63-ке. Так, бөлеміз 63-ке. Так, 0,11 шығып тұр.
Анадан 0,32 шықты, мынадан жуықтап алған кезде 0,12 шығып тұр. Так, 0,32 әрине көбірек. Бұл дегеніміз фенол артық мөлшерде алынған, есептеуді HNO3 арқылы есептейміз, яғни пикринді табамыз. Тура бағанағы лайфхакты қолданайық, яғни мына 0,12-ні, уже есептеу жүргізіп болған 0,12-ні мына санға көбейту арқылы біз x-ті мәнін таба аламыз. Егер ұнамай жатса, түсініксіз болып жатса, керек болса, мына пропорция арқылы қайттан азот қышқылы арқылы есептеп алса болады. Былай да жауабы 27,48 немесе енді 27,5 грамм шығады бізде. Так, есебіміз әлі аяқталған жоқ. Тура бағанағы ситуация, сонымен қатар бізде есепте реакция шығымы бар, 85%, оны ескеріп, есебіміздің финальный жауабын табай қалу. Мынаны көбейт 85-ке. Сонда бізде жауабы такс, қате болып тұр, жақсы көріп тұр, мына жерде мен 75 деп қойыппын. Мәселе емес, қайттан 75 болсын, 85 болсын, былай да проблема болмау керек. Сондықтан химияның күрделі есептерін оңай шығару үшін сіздерде прям андай базовый пропорция, процент, стихиометрия, осының барлығы сіздерде мықты болу керек. Осы мықты болатын болса, ары қарай одан да күрделі есептерді шығара алатын боласыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Егер де осы моментке дейін көріп жатқан болсаңыздар, видео сабақ ұнаған болар. Сондықтан комментарий қалдыруды ұялмаңыздар, сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар, лайк басуды ұмытпаймыз. 10-шы сыныптардың оқушыларына ерекше назар, яғни біздің қазақша курсымыздың қазақстан нұсқасы бізде жаздан бастап жаңартылады, жаңа материал негізінде, жаңа видео сабақтар негізінде. Сондықтан каналдарымызға жазылуды ұмытпаңыздар, толығырақ ақпарат әлі алдағы уақытта болады. Әзіргі уақытта бізде 10-шы сыныптардың 3 тобы, яғни орысша топтардың 3 ағымы қазіргі уақытта оқып жатыр, ал қазақша алғашқы топ бізде жазда пайда болады. Толықтай мәліметті астындағы WhatsApp номері бойынша ала аласыздар. Әзірше біздің платформамен танысып, біздің тегін, яғни менің 6 сабақтан тұратын химия 0-ден деген курсым бар. Сонымен танысып, химияның фундаментін, яғни негізін құрып алуға қажет, чтобы жалпы 2027 ұбт-ға дайындықты бастау үшін. Іске сәт, қайта назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.